Баршаңызға сәлем. Бүгін дәруменге толы қайнатпай жасалатын балғын тосап әзірлейміз. Менде малина және құлпынай. 1 килограмм малинаға 700 грамм қант қосып, қолмен жақсылап езіп араластырамыз. Қанты ерігенше бірнеше рет араластырамыз. Одан осындай ыдыстарға құямыз. 500 граммдық ыдыстан 3 шықты менде. Қалған малинамызды қатыратын боламыз. Арасын алшақ-алшақ салып, одан қатқаннан кейін осындай ыдысқа салып қоямыз. Қыста түрлі бәліштерге қоссаңыздар болады. Ендігі кезекте бізде құлпынайды жақсылап жуып, ет тартқыштан өткізіп, 700 грамм қант қосып, қанты ерігенше араластыратын боламыз. Құлпынайды дәл солай ыдыстарға құйып, мен тоңазытқышқа қатырам. Қалған құлпынайды да дәл солай қатырып, осындай целлофановый пакетке салып сақтасаңыздар болады.